саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауыл шаруашылық малдарын азықтандырудың міндеті мен мақсатын меңгеру. Бүгінгі сабақта азықтандыру дамуына үлес қосқан ғалымдар, азықтандырудың даму тарихы және де азықтандыру салалары туралы қамтитын боламыз. Мал азықтандырудың маңызы. Мал азықтандыру малдан алынатын сүт, ет, жүн және тағы да басқа өнімдерді арттыру үшін берік азық қорына негізделеді. Сондықтан мал шаруашылығын өркендетуді жеткілікті жем-шөп қорынан бастайды. Жем-шөп қорын нығайту үшін азық түрі мен мөлшерін көбейтумен қатар, жинаған қолдағы бар азықты үнемдеп, физиологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді жұмсай білу қажет. Азық сапасы ең алдымен оның химиялық құрамына және құрамындағы қоректік заттарға байланысты малға берілген азықтың жұғымдылығымен анықталады. Негізгі міндеті мал азығын құнарлы да сапалы етіп даярлау. Бүгінгі таңдағы алда тұрған міндеттердің бірі. Малға сапалы да құнарлы азық дайындауды ұйымдастыру жүйесінде тек азықтың берік қорын ғана жасап қоймай, дайындалатын азықтың сапасы мен қоректілігіне де көп көңіл аудару қажет. Азықтың сапасы мен қоректілігі оның түсі, иісі, дәмі және химиялық құрамы мен бағаланады. Оның химиялық құрамын, дайындалған мөлшерін білу үшін мал шаруашылығын қажетті өнеркәсіп кешеніне бейімдеу қажет. Ет пен сүт өндіретін шаруашылықтарда, кешендерде, құс фермаларының жем және азық қоймаларында азық құрамын сақтау талаптарын қою басты мақсат болып есептеледі. Тиімді азықтандыруға қол жеткізу. Малға жоғары сапалы жем-шөп даярлап, тиімді нәтижеге жету үшін ғылыми тұрғыдан дәлелденген әдістерді қолданып, қол жеткізуге болады. Азық сіңімділігі жоғары болу үшін оның құрамындағы биологиялық белсенді заттар құнарлы және сапалы болуы керек. Рациондағы азық қоректілігін көрсететін бақылау көрсеткіштерінің саны 5-6-дан 20-50-ге жеткізіп, оны одан жоғары көтеру және қоректілігін анықтаудың жаңа тәсілдеріне көшу. Сонымен қатар, қоректік заттарды мөлшерлеп, олардың құнарлығын бір азық өлшеміне жеткізу, немесе 1 килограмм құрғақ азықтағы өлшемін келтіру қажет. Мал азығының сапалы дайындалуына дұрыс көңіл бөлген жағдайда, малдың дені сау, қоңдылығы жоғары, одан алынатын өнімі де сапалы болады. Мал азықпен толық қамтамасыз етілген жағдайда, оның өсуі және одан өндірілетін өнім де арта түседі. Азықтағы қоректік заттар жетіспеуінен олардың зат алмасу процестері бұзылып, әртүрлі ауруларға шалдығады. Малдың физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты, олардың организміне қажетті белок, май, көміртегі, минералды заттар дер кезінде түсіп тұрса, зат алмасу процесі де жақсара түседі. Ал бұл процесс бұзылса, мал организміне кері әсер етіп, ірі қара мал кетоз, гиповитаминоз, остеодистрофия және де тағы да басқа ауруларға ұшырайды. Мұндай жағдайда шаруашылыққа едәуір экономикалық зиян келтіріліп, мал басының азаюына және де сүттің 30-50%-ға дейін кемуіне әкеп соқтырады. Азықты жоспарлау үшін малды уақытында диспансерлеу, физиологиялық, клиникалық, биологиялық, морфологиялық жағынан зерттеп, азықтың химиялық құрамы мен рационның құндылығын қадағалау қажет. Мал азығы мен мал азықтандыру жұмыстарын алдын ала жоспарлауда мал дәрігерлері мен агрохимиялық зертханалардың атқаратын рөлі зор болып табылады. Мал дәрігерлігі зертханалардың биохимиялық бөлімдерінде мал организмін зерттей отырып, малға берілетін азықтың сапасын да тексереді. Зерттеу қорытындысына сәйкес, шаруашылықтың басшылары мен мамандары азық түрлерін құнарландырып, мал ауруларын болдырмаудың шараларын қарастырады. Құс шаруашылықтарында азық құндылығын бақылайтын зоотехникалық зертханалар ұйымдастырылған. Мұнда малға рацион бойынша қалай, қай уақытта, қандай мөлшерде, нендей азықты беру керек екендігін, тәсілдері еліміздегі ғалымдардың еңбектерінде анық көрсетілген.
Жалпы биологиялық тәсілмен малға азық беру мөлшерінің мынандай түрлері бар. Бірінші, малға берілген азықтың сапасы жоғары болса, өнімі де жоғары. Ал керісінше азықтың сапасы төмен болса, онда өнімі де төмен болады. Екінші, мол өнім алу үшін малға берілген азықтың сапасы, қоректілігі, жұғымдылығы, сіңімділігі түгел зерттеліп, ғылыми тұрғыда болуы қажет. Үшіншіден, егер мал азығына пайдалы қоспалар қосылған болса, олардың 1 килограмм құрғақ затқа қажеттігі есептелініп, мөлшерден аспауы қажет. Ғылыми түрде азықтандырудың бірнеше түрлері бар. Олар жем-шөптің құрамын және де оның сіңімділігін зерттеу. Малдың күнделікті жейтін азығын, физиологиялық жағдайы мен оның беретін өнімін, азыққа қосылатын техникалық қоспалардың қажеттілігі мен мөлшерін анықтауда қандай жаңа технологиялар қолдану тиімді екенін ескеру керек. Малға азық дайындау кезінде азықтың құрамында минералды заттар, кальций, фосфор, магний, калий, күкірт, темір, мыс, мырыш, марганец, кобальт, йод, сонымен қатар А, Д, Е витаминдерге мұқтаждығын қамтамасыз ету шарт болып табылады. Мал азығының жұғымдылығы мен сапасын арттыруда азықтың химиялық құрамы мен шаруашылықта бар жем-шөп қорына лайықтап мал рационын жасауға электронды есептеу машинасының көмегі орасан зор болып табылады. Мал азығының қоректілігін бағалау және мал азықтандыру пәнін оқуда студенттер ботаника, агрономия, мал азығын өндіру, органикалық, биорганикалық химия негіздерімен, мал морфологиясы мен гистологиясымен танысып, ас қорыту физиологиясын игереді. Сонымен қатар, жануарлар генетикасы мен өсіп-өну заңдылықтарынан мағлұмат алғаннан кейін жалғастырады. Пәннің мазмұны жем-шөп өндіру әдістерін арттыру және де мал шаруашылығының өнімін тиімді өндіру заңдылықтарымен ұштаса отырып игереді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.